Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен және де түстіп амандықпен кезігіп жатқаныма қуаныштамын. Енді әзір ғана бір нені көріп өзім сондай өзімді кінәлап ойланып отырмын. Сонымен сіздерге дереу бір бөлісейінші деп айтып жатырмын. Біз көп айтамыз, сен үшін, балам, бәрін сен үшін істеп жатырмын деген сөздерді. Осы сөз балаға өте ауыр кететін біз ойламаймыз мысалы. Енді расында да баламыз үшін көп нәрсені істейміз, бірақ оны баламыз сұрамады ғой бізден талап қылмады, сен мен үшін осылай істе демеді. Біз осы сөзді айтқанда қатты өзімшілдікпен айтады екенбіз. Баламызды бұл дүниеге әкелуді біз өзіміз талдадық. Олар талдамады ғой, олар мен осы дүниеге әкел деп сұрамады. Біз өзіміз әкелдік, әкелгеннен кейін жақсы тәрбиелейік деп ойладық, соған тырыстық. Енді сондай бір жақсы ниетімізді біз осындай балаға бір ауыртпашылық түсіру арқылы балаға жеткізеді екенбіз. Сен үшін істеп жатырмын деген сөзді біз әдетте ойласақ, баламыз бір істі өзіміздің ойлағанымыздай істемеген кезінде айтамыз. Сонда мысалы оның бір істі өзінің жолы бойынша істейтін құқы жоқ па? Өзі істегісі келген әдісі бойынша істейтін құқы жоқ па? Не үшін біз сөзсіз өзіміздің ойымыз бойынша оған істетуіміз керек? Осы істеп жатқанымның бәрі сен үшін ғой деп мысалы балалар кейбір ренішін білдірсе, кейбір істерді мысалы бір сыртқа шығу үшін де бір киімді кимеймін, ыстықтаймын, мынаны кимейінші десе ұрсамыз. Сен үшін айтып жатырмын ғой, тоңасың деген секілді. Ол енді баланың құқығы бар ғой, өзі біздің айтуымыздың қажеті жоқ. Өзі сезініп біліп киімін жұқа киініп шықса, ол өзі сол күні тоңба ауырады, қиналады. Өзі сезінгеннен кейін бар ол біледі ғой қалың киіну керек екенін. Бірақ соны біз өзіне тәжірибе жасатқызғымыз келмейді. Біз оның өзі бір ойланып көруін қаламаймыз. Біз өз ойымыз бойынша соны жүргізгіміз келеді. Өте тежейміз, былайша айтқанда. Енді сол әзіргі көп балалар біздің солай айта бергеніміз себепті көп жағдайларда айтатын бопты да, әке-шешем мен үшін ғой, мұғалім мен үшін ойлап жатыр ғой деген секілді. Ол қандай бір қиналысты жағдай деймін, енді ішкі ойлап жете алмаймын. Мен соны ойлап көрсеңіздер, мысалы ол негізі біз баланы тәрбиелеп жатқанымыз жоқ. Біз баланың миын жуып жатырмыз. Өзінің миына сол сен мені сыйлауың керек, сен өз ойың болмау керек, сен менің ойым бойынша жүруің керек, өйткені мен сен үшін істеп жатырмын деген секілді. Енді сол бәрі сен үшін деген ол бір өте бір өзімшілдік тәрбие екен, ойлап көрсем. Біз баланы осы дүниеге әкелгеннен кейін ол бала бізге борыштар секілді бейне. Осы сөзді жақсы оқу керек, осы сөзді кейін мен кәртегенде мені қарау керек деген секілді бір өте мешеу идеяда әлде жүреді екенбіз, өзіміздің идеямызды азат қыла алмай. Олай емес қой әсілі. Бала біздің денеміз арқылы осы дүниеге келеді тек қана. Одан кейін ол өз өмірін ақырын жүріп, өзінің армандағандай адам болу керек. Біздің армандағандай адам емес. Өз қалай адам болғысы келеді, солай жүру керек жолын, меніңше. Өзі көрсе, барлық ыстық суықты өз басынан кешірсе, мысалы біз баламыз үшін үлкей алмаймыз ғой. Баламыз үшін оның өмір жолын басып жүре алмаймыз. Баламыздың орнын баса алмаймыз. Ол өзі жүру керек. Сол үшін енді баламыздың кішкентай жүрегіне ауыртпашылық сала бермей, одан да балам, сені осы өмірге әкелгеніме мен қуанамын. Енді сені әкелгеннен кейін саған жауапты болуым керек, сені жақсы бағуым керек, сені ауыртпауым керек шама бар. Сол үшін саған жылы киін деп айтамын, саған жақсы нәрселерді же, жаман дүниені жеме деп айтамын. Енді бірақ оны жеу-жемеу өз еркің, денсаулық өзіңдікі, өзің қорғауың керек деген секілді айтсақ, сені жақсы оқыту, саған барлық жағдайыңды әзірлеп беру, ол менің борышым. Бірақ та енді кейінгі жолыңды қалай жүру сенің жолың ол. Мен саған әзірлеп беремін, енді сол жол бойынша жақсы жүрсең, кейін жақсы боласың. Жақсы оқысаң, жақсы істерді істесең, өзіңе жақсы. Бірақ енді сол жолмен жүрмеу өз еркің, ол өз талғамың деп айтсақ, біраз жақсырақ бола ма деймін.
сол үшін балам бәрі сен үшін деген сөзді айтатын кезде ойланып айтсақ